Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өріктен мохито компотын дайындайтын боламыз. Алдын ала банканы жуып тазалап алдым. Өрікті, жалбыз жапырағын, лимон, апельсинді жуып тазалап қойдым. Керекті қантты өлшеп дайындап алдым. Енді апельсинді алып, домалақ етіп турап шығамыз. Біркелкі етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін ортасындағы сүйек дәнін алып тастаймыз. Егер де каналым ұнап жатса, лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сүйектерін алып тастағаннан кейін лимонды тураймыз. Оны да домалақ етіп, біркелкі етіп турап шығамыз. Сүйектерін, дәндерін алып тазалап аламыз. Өріктің сүйегін алған жоқпын, домалақ күйінде қосам. Бәрін алдын ала осылай дайындап аламыз. Енді мен алдын ала банканы стерилизовать етіп, өрікті, 2 тал лимон, 2 тал апельсин, жалбыз кішкене қосып дайындап алдым банкілерді. Және мен крышканы алдын ала стерилизовать етіп дайындап қойдым. Енді қайнап тұрған суды банкіге құйып, бетін жауып қоямыз крышкамен. 20-30 минуттай қойып қойдым. Уақыт өткеннен кейін суын кастрюльге құямыз банкідегі. Барлығын құйып болғаннан кейін үстіне өлшенген қантты қосып, жақсылап араластырып қайнатамыз 5 минуттай. 5 минуттай қайнатып болғаннан кейін қантымыз жақсылап ерігеннен кейін қайтадан банкіге құямыз. Банкіге құйып толтырып, бетін жауып, жақсылап закрывашкамен жабамыз. Барлығын жауып болғаннан кейін теріс төңкеріп, үстін жауып қоямыз бір тәулікке. Компотымыз дайын болды, міне. Дайындап көріңіздер, өте оңай, көп уақыт алмайды.